еркектердің мүшесі неше жасқа дейін тұрады деген сұрақтар келеді. Ол сұрақпен негізі бұл сұрақ қоятындар қатты мазаламайды. Оны мазалайтын нәрсе өзінікі тұрмай жатқан шығар, сондықтан шығар. Негізінде еркек кісі 70 жаста да бала көтеріп жатыр, 60 жаста да көтеріп жатқан аталарымыз бар. Бірақ бала көтерді емес қой бұл жерде мәселе. Бұл жерде жаңағы ер адамның жыныс мүшесінің тұруы, былайша айтқанда аспаптың дұрыс жұмыс жасауы. Ал мына алтын қоңызды ішкен адамдар, сіз 60-та болсаңыз да, 40-та болсаңыз да аспабыңыз дұрыс жұмыс жасауға, былайша айтқанда қатайып тұруға, тез бітірместен уақытылы жаңағы партнеріңізбен бірдей тояттануыңызға көмек беретін, күш беретін алтын қоңыз. Бұны ішу арқылы сіздегі жаңа простата безіндегі суықты инфекцияны тазалаған соң сіздің бойыңызда қан жүреді. Қан жүргеннен кейін ғана аспапқа қан барады, қан барған соң ғана жаңа аспаптың әңгімесі түзіледі. Былайша айтқанда циркуляция жүреді ғой. Қан бармаса, ол аспапты еш нәрсе көтермейді қаннан басқа. Осы алтын қоңызды ішіп емделу үшін маған 877-257-14-19-ға жазыңыздар. Мен сіздерге қалай ішу керек, неше штук ішу керек, соның бәрін айтатын боламын.